Қазіргі таңда сән қуып жас бойжеткендер арықтау үшін барлығын жасауда. Бірі аштық ұстанса, екіншісі қытайдың жалған арықтауға арналған дәрілерін ішіп денсаулығын құртуда. Салмаққа байланысты аурулардың бір түрі бұл анорексия. Бұл ауруда тәбет өздігінен басылып, зат алмасудың баяулауы және де түрлі инфекциялық паразиттік ауытқуларды алып келетін жазылуы өте қиын ауру. Статистика бойынша 80% ауру 12-18 жас арасында, жасөспірімдердің арасында жиі кездеседі. Сондықтан да өсіп келе жатқан ұл-қыздарыңыздың денсаулығына аса мән бергеніңіз жөн. Егер де балаңыз тамақ ішуге қарсылық танытып жатса, немесе тамақтан кейін ауырсыну, жүрек айну, бас айналу, талып қалу сияқты жайттар орын алып жатса, шаштың өсуі баяулап, тырнақ сынғыш болса, бала әлсіз, мінез құлқы өзгеріп жатса, онда дереу дәрігерге жүгініңіз. Бұл ауру анықталған жағдайда комплексті түрде гастроэнтеролог, терапевт, диетолог мамандары арқылы емі табылады. Сұлу болу үшін арық болу шарт емес. Әр адам ерекше қайталанбас тұлға. Сондықтан ең бірінші өзіңізді жақсы көріңіз. Өзін сүймейтін адам өзгеге де ұнауы екіталай.